Кеше түнде пациент келген бе? Не үшін аты жөні жазылмаған? Қазір сұрап келейін. Кеше түнде жаңа пациент келіпті ғой. Мен ол жағын білмеймін. Мен де білмеймін. Кеше кім кезекші болып еді? Кеше Мәриям кезекші болған, бірақ ол бүгін жұмыстан шығып кеткен. Ол қыз бала және оның мүлдем құжаттары жоқ. Мен базаны да тексеріп қарадым, еш жерде оның құжаттары, мәліметтері жоқ. Тек бір ғана заты бар, болды. Қандай зат? Білмеймін, онша аңғарып қараған жоқпын. Жүр, екеуміз барып тексеріп көрейік. Жағдайын білейік. Жағдайы бір қалыпты. Сен айтып жатқан затың мынау ма? Иә, осы зат. Бұл біздің қала ғой. Иә. Мүмкін оның жақындары іздеп келер, сәл күте тұрайық. Не, палатаны кім ашып кеткен? Мен бәрін жауып кетіп едім ғой. Мынау не үшін мына жаққа кетіп қалған? Біреу кірген сияқты ғой. Қазір бәрін реттеп қояйын. Сіз аты жөні жоқ қызға тиіскен жоқсыз ба? Жоқ, мен оның палатасына кірген жоқпын. Соңғы кезде біртүрлі болып жүр. Палата өзімен өзі ашық қала береді. Содан кейін капельница барлығы бір шығып кете береді. Олар болса камераны тексеру керек қой. Мүмкін басқа медбикелер кіріп жүрген шығар. Мүмкін. Жүріңіз, бірге тексеріп керек. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Сіз кешегі және бүгінгі камераға түскен жазбаларды көрсете аласыз ба? Әрине, қазір күте тұрыңыз. Кешегі және бүгінгі камерадағы жазбалардың ешқайсысы жоқ, бәрі өшіп кеткен. Не, қалай сонда? Ол мүмкін емес қой. Иә, бірақ ешқандай жазба жоқ. Сонда әлгі белгісіз қыздың келгені де жоқ па? Жоқ, ешқандай жазба жоқ. Жарайды, рахмет. Бұл мүмкін емес зат қой. Ауруханалардың бәрінде камерада жазбалардың бәрі сақталып тұратын еді. Иә, бұл қыз келгелі бері барлық жазбалар өшіп кеткен. Барлық заты орнында сияқты. Мынаның ішінде бір нәрсе бар сияқты ғой. Бұл сурет ескі екен. Демек, осы қыздың анасы болу керек. Бұл кішкентай бала осы қыз сияқты ғой. Қараңызшы, мен не тауып Бұл қыз біздің белгісіз пациентімізге ұқсайды екен, иә? Иә, содан айнымайды.
Енді бұның анасының суретін таптық. Бірақ бұл қызды ешкім іздемейтін сияқты ғой. Иә, соны айтам. Осы уақытқа деген өз жақындары іздеу керек еді, бірақ мүлдем іздемейді. Иә, сонда бұл қыз жоғалған болу керек қой. Әйтпесе деректердің бәрі бізде тұру керек. Иә, айтпақшыдай, Мәриямнан сұрау керек қой. Бұл қыз туралы сен бар кезде деректер болды ма деп. Иә, қазір сұраймын. Алло, Мәриям. Қалайсың? Айтпақшыдай, сен ең соңғы жұмыс күнім бар ғой. Сол кезде бір қыз келді ме? Иә, дәл сол қыз. Сол туралы деректерді білесің бе? Бізде мүлдем дерек жоқ ол туралы. Не, сен жоқта да ешқандай дерек болмады ма? Жақсы, рахмет. Соны сұрайын деп едім. Ол қызды ма? Ол қызды әлі ешкім іздеп келген жоқ. Саған ауыр күйде жеткізді ме? Жақсы, рахмет. Демек, ол қыз туралы мүлдем дерек жоқ. Алло, сәлеметсіз бе? Иә. Жарайды, келе беріңіз. Әлгі белгісіз қыз сонда жоғалған қыз болып шықты ма? Бұны тез хабарлауым керек. Қазір бізге пациенттерді көруге болмайды. Сондықтан ертең келсеңіздер. Жақсы ма? Жоқ, біз неше ертең келуіміз керек? Иә, біз ертең келе алмаймыз. Бұл біздің туысқан сіңіміз, сол жұмыс кетіп тұрмыз. Қазір күте тұрыңыздар. Мен қазір медбикемен сөйлесіп алайын. Не болды? Бұл бейтаныс қыз, ол негізінде жоғалған қыз. Ана келіп тұрған екі адам, ол оны ұрлап кеткен, яғни ұрлауға тырысқан адамдар. Не? Олай болса, тез милиция звонда. Қазір. Алло.